Yo dostlar, bu жерде Big Max Xio бүгін бізде 2 сәуір, яғни 2 апрель. Міне қар еріп кетті, жасыл шөп шығып жатыр. Қандай керемет бүгін ауа райы. Қызық нәрсе айтайын ба? Бүгін сабақ емес, демалыс екен. Ал мен болсам, мені алдады. Мені 2 апрель маған сабақ деді. Бірақ 3 апрель сабақ деді. Біздің WhatsApp-та группада. Мен оған сенбедім. Қой. Маған екісі де бәрі айтты ғой дедім. Сосын мектепке бардым. Міне мен сенбесеңіздер. Міне мектеп киімімдемін, қазір школьный формадамын. Міне. Иә, школьный формадамын. Сосын мектепке бардым киініп. Менің мектебім анау тұр, әне тұр. Қызылша тұрған. Вот, соған бардым. Егер сенбесеңіздер, міне бүгін көрінбейді. Достар, кешіріңіздер, тағы да мен тұмаумен ауырып жатырмын. Сенде бітпейтін тұмау десей, міне дұрыс көрінбей тұр. Міне. Короче, 2 сәуір ғой міне. Міне 8:29. 2 сәуір, дүйсенбі. 2 сәуір, яғни 2 апрель. Содан мен мектепке бардым. Мектепке барсам, мен бірден күдіктендім. Неге дейін ба? Короче, бізде ФК-да беседа бар. Беседада көптеген беседа бар. Менде мың шақты болған. 20-дай қалды. Новый страницадан қанда. Сонда біз сөйлесеміз. Күнде сөйлескенде таңертең сабақ барғанда барлығымыз қайырлы, мен келдім, кетіп барам. Жазатынбыз. Бүгін мен ғана жаздым. 2 беседада мен ғана жаздым. Қайырлы, мен келдім, тұрыңдар ұйқыдан дедім да, сосын күдіктендім. Ешкім офлайн, яғни ешкім онлайн, бәрі офлайн болғасын. Вот күдіктендім. Неге бәрі офлайн, неге онлайн емес? Сөйтсем, бір сол кезде күдіктендім, одан кейін жарайды деп сабаққа бара бердім. Өйткені көп адам айтты маған. Міне өткенде айтқан күшіктер жүр, достар. 3 күшік. Мә. Үшеу екен қоя бар. Мен осы телефон жақындата алмай жатырмын. Күшіп секундтүздер. Достар, күн жылы. Так, әне. Ой. Кетіп баратыр. Жүгірсем енелер атып шығатыр. Енелері дегенде жануардың енесі деп бұл анасын айтады. Дадам. Сол сабақтан келдім. Мен өкінгенім телефон алып кету керек. Осы ақ телефонды алып кеткенде видеоға түсіретін едім. Тіпті ол болмаса өзім мынау телефонды алып кетуім керек еді. Сол кезде не істейтін едім? Фотоға түсіретін едім, мектепте жүргенімде. Бірақ алып кетпеймін мен, сабақ болады деп. Сабаққа мен телефон апармайтын адаммын. Иә, мен сондай адаммын. Себебі мен де уже привычка алып кеткенмін да, телефонсыз жүріп. Тек арасында апарамын, бірақ көп апармаймын. Жақты күнде апармаймын. Алтақан тағысын қапты. Мынау біреусін өтті, екіншісі тағысын қапты. Күшіктер ар жақта жүр, бірақ мен бармаймын. Достар, осы видеомен не айтқым келді? Кеше 1 апрель болды. Яғни 1 апрель болды. 1 апрель, иә. 1 сәуір болды. Мені ешкім алдаған жоқ. Сөйтсе мені бүгін алдап жатыр-ау деймін. Походу. Телефонды қойып көрейінші. Міне тұрды. Міне мен бүгін школьный формамен, галстук, костюм, мен мектепке бардым. Даже мен арқамда сумкам бар. Ішінде кітап бар. Бүгін дүйсенбінің сабағын алып бардым. Айтпақшы мен 7 оқимын. Жасым 13-те, биыл 14-ке толамын. Араларыңызда осы видеоны көріп жатқандардан сұрағым, неше оқисыздар? Жастарыңыз нешеде? Маған қызық. Башын қазір адамдар көп жоқ. Машиналар аз өтіп жатыр, адамдар да аз өтіп жатыр.
себебі бүгін демалыс. Мен өзім кейбір адамдар болады ғой, демалыс күні сабаққа бармай барқалап жынданып, кейбір ашуланып келеді. Мен керісінше күліп келдім. Себебі күлі ғой. Кешіріңіздер. Сен қаланым. Міне қазір міне бүгін 8:34 дейді. Дүйшембі 2 сәуір. Абахайым саламат. Мен телефоным. Міне тағы да алып көрсетейін. Ой. Мен көктемде құстардың ән салғанын жақсы көремін. Ал достар, осы видео аяқталды. Осы видеоға лайк басып, колокольчикті қоңырауды басамыз, каналға жазыламыз. Колокольчик арқылы жаңа видео шыққанын біле аласыздар. Мен сіздерді жақсы көремін қазір. Мен сіздерді қалай жақсы көретінімді көрсетейінші осы видеода. Міне. Дұрыс көрсете алмадым. Сөзбен емес, іспен дәлелде дейді ғой. Сондықтан не көрсетті, екінші жақ. Ал жарайды. Бұл видео негізі кішігірім влог болды. Менің басымнан өткен оқиға өте аз болды. Қызықсыз шығар. Бірақ мен бұны айтуым керек болды. Бәрібір айтуым керек болды. Қазір ол үйге барып осы видеоны монтаждап, ана мына деп ютубқа салу керек.